Каратэ-до спорттық жекпе-жектің бір түрі. Жалпы бұл спорт түрімен шұғылданған адам ептілікке, дене қимылының ширақтығына және әртүрлі әдіс тәсілі жасаудағы мықтылыққа үйретеді. Енді бұл спорт түрі бізге толыққанды үйрететін Қызылорда облысы бойынша осы спорт түрінің негізін қалаушы халықаралық дәрежедегі спорт шебері Жаналиев Тағдыберген Көшербайұлынан сұрап білмекпіз. Ассалаумағалейкум аға, қалыңыз қалай, жақсыз ба? Сұхбатқа дайын болсақ, алғашқы сауалымызды қойып бастасақ, жалпы бұл спорт түрінің тарихы жайлы айтып беріңізші. Бұл каратэ-до стилі шитарю деген. Бұл каратэ-до олимпиада несіне кірген спорттың түрі. Бұл спортпен біздің бастағанымыз анау Союздың кезінде бастадық. 80-ші жылдары үйрене бастап, жан-жақты зерттеп, жан-жақты үйреніп деген сияқты. Сосын балдар тәрбиелеп, өзіміз жарыстарға қатысып, өзімізді көрсеттік. Сол уақыттары Шығыс клубын ашуға тура келді. Шығыс деген клубты ашып, сонымен белсенді жұмыс істей бастадық. Біздің клуб дүркіреп, жарыстардан қалмай, республикалық жарыстар, қалалық жарыстар, облыстық жарыстардың бәріне қатысып, жақсы жүлдегерлер постоянно медальмен келіп жүрдік. Сосын республикадағы республика федерацияның басшылары сізге облыстық федерация ашуға тура келеді. Уже соған деңгейіңіз жетті, балдарыңыз жақсы көрсетіп жүр нәтижелерді деп. Сосын 2002 жылы федерация аштық, Қызылорда облыстық федерациясын. Соны дамыту үшін Қармақшыдан, Байқоңырдан, қаланың түкпір-түкпірінен клубтар аштық. Жақсы, рахмет, түсінікті. Енді бұл спорт түріне неше жастан бастап қабылдайсыздар? Бұл спорт түріне 5-6 жастан қабылдаймыз. Бұл спорттың жақсы жері, бұл контактный емес. Без контактный, балалар травма алмайды. Сондықтан 5-6 жастан біз балдарды жаттықтырамыз. Ал неше жасқа дейін қатысуға болады бұл спорт түріне? Шегі жоқ. Шектеу жоқ. Шектеу жоқ. Үлкен кісілер де келіп қатысқан. Отдельный группа құрылып. Ал бұл спорт түріне қызығып, осы спорт түрімен шұғылданамын деген спортшының бойынан қандай қасиеттер болу керек ең бірінші? Бұл спортта қатысып нәтижеге жету үшін бала сабырлы, шыдамды болу керек. Сабырлы, шыдамды болса, қалған бәрін жаттықтырушы аяққа қояды оны. Бәрін үйретеді. Физика жағынан да, бәрі жағынан, техника жағынан да тренер өзі үйретеді. Соған тек шыдап, қатысқан бала нәтижеге жетеді. Ал нәтижеге жету үшін, осы спорт түрін толыққанды үйрену үшін қанша уақыт керек? Әрине, ол бірден болмайды. Мектеп сияқты, әуелі азбук өтеді. Сосын барып, деңгейі көтеріліп, әрмен қарай көтеріледі. Сатыға көтерілген сияқты. Азбукыны жақсы өтсе, фундамент ол. Әрмен қарай бала алып кетеді деген сөз. Бұл енді базовый жаттығулар дейміз ғой, ең бірінші үйрену, секіру деген секілді. Түсінікті, енді бұл спорт түріне біздің Қызылорда облысының спорт басқармасынан қандай қолдаулар көрсетіліп жатыр жалпы? Қолдау өте көп, жақсы. Біздің федерацияны әр уақытта ешқандай неден бізді қалдырмайды. Жарыс болсын, сбор болсын, барлық жағынан бізге управление көмектеседі. И көмектесіп жүр әр уақытта. Енді өзіңіз айтып өттіңіз, Қызылорда облысында бұл жай ғана клуб емес, федерация болып, қазіргі таңда жұмыс жасап жатсыздар. Аудандар бойынша, қала бойынша қазіргі таңда қанша спортшымыз осы түрімен айналысып жатыр? Бүкіл бәрін санағанда 600-ге жуық спортшылар бар. Осы спортпен қатысып жатқан 600-ге жуық. Қанша спорт клубы бар? 6 спорт клубы бар. 6 спорт клубы бар. Енді осы спорт түріне арналған киім үлгісі жайлы өзіңіз айта өтсеңіз. Бұл спорт түрінде белгілі пояс дейміз, белгілі дәрежесі болады. Бұл спорт түрінде белгілі бір жетістікке жеткеннен кейін де бұл түсі өзгереді деген секілді. Осы жалпы киім үлгісі жайлы айта өтсеңіз. Дұрыс, жөнді сұрақ бұл. Спортпен айналыса бастағанда бала, жаңа айтып кеттім ғой, әуелі азбук өтеді, фундамент сияқты. Ол уақыттар соның программасы бар.
сол программаны дайындайып тренер сол әуелі 10-шы кю дейді. 10-шы кю бірінші басқалдақ көтерілетін. Соның программасын бала өтсе, экзамен тапсырып, сол дәрежені алады. Келесі дәреже 9-шы кю, сары пояс дейді. Сол дәрежеге лайықты сабақтар өтеді. Сол сабақтарды, сол берген техниканы үлгеріп, бала алып кетсе, келесі дәрежеге дайындалады. Демек, 10 дәреже бар ғой? 10 дәреже. Ең жоғарғы дәреже ол қара белбеу. Ол шеберлігіне қарайды. Әрмен қарай жоғарыға көтерілген сайын қиындай береді. Қиындай береді. Оны полный техникасы, кихон дейді оны. Соны білу керек. Сосын ката деген болады. Соларды білу керек. Әр поястың өзінің қиындықтары бар. Сөйтіп жоғарыға көтерілген сайын қиындай береді. Соның бәрін үлгеріп тапсырған бала қара поясқа жоғарғы сатыға жетеді. Ал менің киім үлгімді айта өтсеңіз, бұл арнайы осы спорт түріне арналған киім үлгісі? Мына сіздің үстіңіздегі арнайы спорт каратеге арналған, кумитеге, жекпе-жекке арналған кимоно дейді бұл. Ал бұл спорт түрі бөліне ма жалпы? Жекпе-жекке, немесе партерде жатып, ауырту әдістерін жасауға деген секілді? Жоқ, бұл карате до дейді, бұл бесконтактный. Бесконтактный спорт ол қиын. Қатты келген аяқты былай тоқтатып қайтару ол шеберлік. Далада көшедегі адамды алда басына теуіп жіберсе ол тебе салады былай. Қайтарып ала алмайды. Сол шеберлікке үйренеді бала. Спортшы сол шеберлікті білуі. Ұрып қайтару ол шеберлік. Шебер болмаған бала ол байқамайды, ұрып жібереді. Демек бұл спорт түрі шапшаңдыққа да, шеберлікке де үйретеді дейсіз? Шеберлік, шапшаңдық бәрі бар бұның ішінде. Бұл олимпиадалық спорт түрі? Бұл олимпиадалық спорт түрі. Сондықтан ол олимпиадаға кірілген себебі. Екінші бұнда травма почти жоқ. Қатты келген аяқты қайтару, қатты келген қолды қайтару мысалы. Бұнда да шалу бар. Құлаған баланы ұру, но тигізбеу. Дозированный удар дейді. Міне, бұлай. Сіздерде қанша әдіс тәсіл түрлері бар? Аяқпен де, қолмен де, шалу да бар. Деген жаңа басқа спорттағыдай жатқызып алып контактымен ұру жоқ ол. Жаңа болевой деген жоқ. Жақсы, түсінікті. Енді бұл спорт түрінден біздің Қызылорда облысында жарыстар өткізіліп тұра ма? Жалпы қай деңгейде өткізіліп тұрады? Облыстық, республикалық деңгейдегі жарыстар? Бұл жарыстан, бұл вид спорттан ұдайы жарыс өтіп тұрады. Жылына 3-4 жарыс. Республиканский жарыстар болады. Ол да жылына 3-4 жарыс бар. Даже одан да көп болады керу кездері. Қазір енді мынау неге байланысты шамалы жарыстар азайды. Но сонда да болса, жарыс болмаса бала өспейді. Сондықтан жарыс болып тұр. Біз кеше, мысалы, Мөлдір қызымыз Францияда жарыста болды. 8 кездесу болды, 8-ме жұмыс істеп, жүлдеге ие болды. Құттықтаймыз. Енді бұл спорт түрін сонау 80-ші жылдардан бастап олса, әрине осындай жетістіктерге жетіп, қазіргі таңда әлемді атын шығаратындай спортшыларымыз жиналып қалғаны да белгілі ғой. Осы биік жетістікке жеткен спортшыларымыз жайлы айтып өтсеңіз, қандай спортшыларымыз биік белестерді бағындырып жүр қазіргі таңда? Жаңбырбай Мөлдір, Әсемкүл, сосын әлем чемпионы, Азия чемпионы болған балдарымыз біздің. Ақпанбет Нұржан, Ертаев Мұрат, Жаналиев Қанат, Азия, әлем чемпиондары болған, жүлдегерлері болған. Спортшыларымыздың орын алған, жүлдеге ие болған балдарымыз өте көп. Соның нәтижесі мынау. Осындай жоғарғы деңгейге олимпиадаға жетіп тұрғанымыз. Рахмет, түсінікті. Құттықтаймыз. Енді бұл спорт түрінің шартын, ережесін айта өтіңізші маған. Контакт болмайды, қол тигізілмейді. Мөлшерлі өзінің расстояниясы болады. Қашық болса саналмайды. Денеге тигізу керек қой? Денеге жалатып тигізу керек. Міне. Түсін ба? Денеге мінеке ол. Қатты ұрсаң, ескерту беріледі. Ол шеберлігі аз деген сөз. Жол құбырсаң, ол болмайды. Именно шеберлік неде жатыр?
қатты ұрған аяқ, қатты ұрған қол мөлшеріне тиіп қайту керек кейін қарай. Орнына қайтып келу керек. Ал жарыс ережелерін айтып өтсеңіз, енді жарыста қанша минут беріледі спортшыларымызға? Спортшыларға жарыстың кезінде 3 минут беріледі. 3 минутте кездесу бітеді. Вот. Ұпаймен есептелінеді ме? Ұпаймен есептеледі. Уақытқа қарап есептеледі. Сол уақыт біткенше ұпайы көп бала ұтып шығады. Бұл белгілі бір әдіс тәсілмен қарсыласты 3 минутқа жеткізбей жығып құлату деген болады ма? Уақытынан бұрын жеңіске жету деген секілді. Ол да бар. Ол мысалы жақсы әдемі әдіс, ол ипон деген жоғары ұпай бар. Мысалы соны істесе, мысалы 2-3 рет ұрғаннан кейін уже ұтады. Немесе шалып, құлатып, нағылып ұрған жоғарғы ұпайға ие болады. Сондай ұпаймен тез уақытынан бұрында шығады. Тазберген аға, енді сізге үлкен рахмет айтамыз. Бұл спорт түрінің тарихын, қыр-сырын барлығын бізге айтып түсіндіргеніңізге. Енді осы спорт түрін ары қарай үйренсек. Қымбатты телекөрермен, біз дәл қазір бүгінгі хабарымызды каратэ-до спортына арнап жатырмыз. Енді бұл спорт түрін үйрену үшін, бұл спорт түрінің әдіс тәсілдерін үйрену үшін біз дәл қазір Қызылорда облысы бойынша каратэ-до спортынан аға жаттықтырушы Ахмамбет Нұржан Бауыржанұлынан сұрап білмекпіз. Нұржан, ассалаумағалейкум. Енді бұл спорт түрін үйренерде ең бірінші неге мән берген жөн? Ең бірінші неден басталады? Ең бірінші біздің залымызға келеміз. Разминкеден басталады. Жүгіреді балдар бірінші. Дене қыздырады. Разминка болады. Ол аяқ, бәрін қыздырады. Сосын жаймен деп база болады, кихон деген. Карате сол базадан шығады, кихон. Ударлар жасаймыз. Ең бірінші біз дене қыздырып жаттығып алдық делік. Базовый жаттығулардан бастасақ, ең бірінші қандай жаттығулар? Біздің дене қызып болғаннан кейін база жаттығу ойдзуки. Ішке болады. Басқа блоктар. Соның барлығын көрсетсеңіз маған. Мен қалай жасағанымды көріп, сіз бұрыстығын айтып, ең бірінші неден бастаймыз? Қалай? Йой, бірінші йой. Ос дейді, үтсіре, ос. Йой. Бұл сіздің айтып жатқан жапонша пәрмендер ғой? Пәрмендер, я. Ос деген. Дайындал. Ритуал, біздің жапонша ритуал. Сосын? Ол алда ішке қарай. Чуданзуки дейді. Ішке чуданзуки. Чудан деген іш. Дене, мойынға дейін. Мойыннан жоғары джоданзуки дейді. Бас. Жоғарыға ұрып бастаймыз. Жоғарыға ұрып бастаймыз, я. Содан басталады. Сосын блоктар болады. Гидан барай блок. Бұл аяқпен соққан? Аяқпен соққан кезде, аяқпен соғыңызшы мен ішке қарай. Блок. Аяқты қайтарады ғой? Қайтарады, я. Сосын қолмен соққанғанда? Басқа ұрасыз қолмен. Көп блоктар бар. Жоғары көтересіз? Андай блоктар бар. Ішке ұрасыз, ойдзуки блоктар бар. Бұл барынша қарсыластың соққысын өзіңізге жақындатпау жаттығулар бар? Жаттығулар. Жақындатпау жаттығулар. Блоктар. Ал сол блоктан өткізіп соққы жасау үшін қандай жаттығуларыңыз бар? Мысалға, сіз маған қазір қорғануды үйретіп жатсыз ғой. Ал соққы жасау ше? Соққы жасаулар, ол бізде карате деген именно бірке қазір олимпийский неде болып отқаннан кейін жақын емес, бізде дистанцияда. Демек, қарсыласқа соққыңыз мүлдем тимейді? Тигіземіз, бірақ контрольмен. Тигізуге болады, бірақ контрольмен. Бетке шамал касание бар, ішке полный касание болады, ішке жасауға полный. Ал бұл жасөспірімдердің арасында, енді ересектер арасында бөлінеді ғой? Бөлінеді. Ересектерге жасөспірімдер арасында касание мүлдем жоқ. Бетке тигізбейді, ішке тигізбейді. Ішке тигізеді, бетке тигізбейді. Ересектер арасында 18-ден жоғары уже, ересектер арасында. Ішке де тигізеді, бетке де тигізеді. Ол арнайы сақтанатын киіміз жоқ, ондай. Ішке киеміз, протектор киеміз. Ішке киеміз, протектор, сосын бандаж обязательно. Қолға перчатка болады и аяққа футбол болады. Белден төмен жаттығулар болады ма, мысалға? Белден төмен шарттар бойынша, жарыстың ереже бойынша, шарттар бойынша белден төмен тебуге болмайды.
Тебуге болмайды. Тек белден жоғары қарай. Тебуге, соққыға, бросоктар бар бізде. Енді соның барлығын маған үйретіп бастасаңыз, енді жалпы бір әлеуметтік желіден болсын, спорттық бағдарламаның көру барысында да кейбір керемет әдіс-тәсілдердің куәсі болып жатамыз. Сондай бір әдіс-тәсілді көрсетсеңіз, жалпы қызықтыратын осы спорт түрін біздің көрермендеріміз көріп, осы спорт түрімен айналысқысы келсе, осы мына әдіс-тәсіл қызық екен, мен де жасап көргім келеді дейтіндей бір әдіс-тәсіл көрсетіңізші маған. Жарыс барысында, например, ішке ұрыға болады соққы. Ішке чуданзуки, джоданзуки, басқа тебуге болады. Бросок жасауға болады. Аяқпен тебесіз. Мен теуіп көремін. Бросок жасайсың. Бұл мүлдем бесконтактный карате емес, контактный болады тигізуге. Басқа жасөспірімдер арасында кішкентай балаларға тигізуге болмайды. Ересекте жоғары болады тигізуге. Енді сіз жаңа айтып отырсыз, жарыстардағы әдіс-тәсілдер ерекше болып жатады деп, енді мысалға жарыс демекші күні кеше Париж қаласында өткен біздің жерлесіміз, біздің мақтанышымыз Мөлдір Жаңбырбай 4 жылда бір өтетін Токио Олимпиадасына жолдама алып келіп жатыр. Осы жалпы жарыс туралы айтып өтіңізші, енді өзіңіз жаттықтырушы. Ол жолдама Қазақстан бүкіл облыстардың ішінде әр мықты спортсмендер болады. Например, Мөлдір Жаңбырбайдың 55 салмағында 3 мықты спортшылар бар. Сол 3 мықты спортшылардың арасында Қазақстан ішінде отбор болады. Іріктеу, лицензионный жарысқа кім барады екен, іріктеу жарысы өтеді. Сол жарыста Алматы қаласында бізде жарыс болды, іріктеу. Сол жақта Мөлдір қызымыз бірінші орынға ие болды. Тек бірінші орын ғана барады ма? Тек бірінші орын, сол іріктеу ішінде кім бірінші орын алады, бәрін ұтып шығады. Ұтқан ішінен, Қазақстан ішінен 55 салмақ дәрежесінде лицензионныйға барады. Сөйтіп ұтып шығып, біздің Мөлдіріміз Париж қаласында лицензионный олимпиадаға турниріміз өтті, үлкен жарысымыз. Сол жарысымызда 8 бой өткізді. Ішінен 7-уін жеңді. Екінші орынға ие болды. Өте тартымды бойлар болды. Әр бой 3 минут сайын болады. 3 минут төбелеседі, 3 минут отдых период болады. 3 минут период ішінде восстановление болу керек. Соған бәрін шыдап, Мөлдір қызымыз молодец. Демек тоқтаусыз сайыс түрі болды ма, ол қалай, мен түсінбедім. Иә. Осы жарыста Мөлдіріміз бірінші бой шығады. Арасы 10 минуттан кейін екінші бой шықты. Осы жаймендеп ұтқан сайын бейт сетка деген болады ғой. Ұтқан сайын жақындай береді. Жақындаған сайын уақытта азая береді. Азайға береді. Сол Мөлдіріміз группадан шығып, полуфиналда Венецияның қызымен шықты. Соны ұтып, группавой этапқа шықты. 4 адам болады группавой этапта. Сол группавой этапта бір-бірімен круговой төбелеседі. Айналымын түрде. Сол айналымын ішінен Мөлдіріміз бірінші бой Польша елінен қызы болды. Сол қызды жеңіп шықты. Екінші бой Болгария қызы болды. Болгария елінен. Ол бойда нича ойнады. Нича деген болады бізде. Ұпай беріледі. Бір бой ұтқан бойға 2 ұпай. Ничаға 1 ұпай. Үшінші Россия елінен қызымыз сол қызбен белдесті. Ол қызды ұтты. Жалпы есепте екінші орынға ие болды. Сөйтіп жеңіп лицензияға Токиода өтетін осы августте, Құдай қаласа, өтетін олимпиадамызға жеңіп алды Мөлдіріміз путевканы. Енді қазір Мөлдір қызымыз дайындалып жатыр. Осы алдымыздағы апта Мөлдіріміз Алматы қаласына Аиба деген спорт базасына барады. Сол жақта дайындалады. 16 шілдеге дейін. 16 шілдеде Токио елінде оқу жаттығу жиыны болады. Сол оқу жаттығу жиыны сол жақта өтеді 20 күн. Содан кейін аржағынан уже олимпиада. Құдай қаласа. Рахмет, түсінікті, құттықтаймыз, жеңіске жетсін деп тілейміз. Қымбатты телекөрермен, біз дәл қазір Токио Олимпиадасына жолдама алған біздің жерлесіміз, мақтанышымыз Мөлдір Жаңбырбаймен сұхбаттасатын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.
Мөлдір, қалыңыз қалай, жақсысыз ба? Жақсы. Ең бірінші естіп, жолдаманы алған сәтте естіп, көріп, қуанып жатырмыз, құттықтаймыз. Енді бұл спорт түрінде сол жақтағы жарыс туралы ең бірінші осы сұрағымыз болсын. Жарыс барысын айтып өтіңізші, енді өзіңіздің аузыңыздан естейік, жаңа жаттықтырушыңыз да айтып өтіп жатыр. Жалпы қалай болды жарыс? Бұл жолдаманы алудағы қызықшылық пен қиыншылықтар, нендей тәуекелдерге бардыңыз? Жарыс барысы туралы айтып өтіңізші. Қиыншылық бұл жарысқа Қазақстанның атынан барудың өзі үлкен құраманың тренерлері ойланды, кімді қоямыз дегенде, өйткені олимпиадаға менің өзімнің салмағым кірмейді, мен 50 килограммға шығам, олимпиада 55 килограмм. 55 килограммда да Қазақстанда қыздар бар, конкуренция өте мықты. Сол үшін 55-тің қыздардың арасынан менің былай қарап кімді апарамыз деп ойланып, май айында Португалиядан екінші орын алып келгеннен кейін барып, мені сол орынға қойды. Сен баратын болдың деп шешілді. Менің салмағым болмағандықтан енді қыздар бойлары сәл ұзындау, салмақтары үлкендеу маған қарағанда. Бірақ енді ол минусты плюсқа айналдырып, олардың салмақтары үлкен болғанмен жылдамдықтары маған қарағанда кішкене азырақ. Соны пайдалана отырып, сондай тактикамен жұмыс жасадым енді. Жарыс, басқа жарыстарға қарағанда шамалы қиындау болды енді. Өйткені жекпе-жектердің саны көбірек. Мысалға, тіпті әлем чемпионатында 5-6 бой жасайтын болсақ, бұл жақта бір күнде 8-9 бой жасадық. Және арасында демалысқа тек 3 минут қана уақыт береді. 3 минуттың ішінде кимоно, жаңағы протекторлердің түсін көк қызыл болып ауысады ғой, соны ауыстырып үлгеру керек 3 минуттың ішінде. Сол жағынан шамалы қиындықтар болды. Сосын залдың іші ыстық болды, ауа жоқ. Ол да бір өз кезегінде әсерін тигізді. Әрине. Жалпы енді ең басынан бастасақ, енді бұл спорт түріне қызығушылығыңыз қайдан пайда болды? Сізді бұл спорт түріне кім алып келді деген секілді? Спорт түріне қызығушылық емес, мен төбелеске қызығушылығым вообще кішкентай кезімнен болған ғой. Спортқа келмей тұрып, кішкентай кезімде көшеде де қыз балдар болған жоқ, кілең ер балдардың арасында ойнап өстім мен. Мектепке сосын келді, Уәлихан деген ағай келді. Осындай, мына мектептің қасынан спорт мектебі ашылып жатыр, ішінде карате деген секция бар. Келіңіздер деп бәрімізге бүкіл класс болып, бүкіл мектеп болып бардық. Ояқтан енді 1-2 адам ғана қалды, оған шыдайтыны бар, шыдамайтыны бар. Солай келдім, ешкім алып барған жоқ, өзім бардым. Демек өзіңіздің қызығушылығыңызбен келіп, осы спорт түрімен айналыстыңыз ба? Неше жыл болды осы уақыт айналысып жатқаныңызға? 14 жыл болды. 14 жыл уақыт болды. Осы 14 жыл ішіндегі жеткен жетістіктеріңізді айтып өтіңізші. Сіз қазіргі спорттағы дәрежеңіз қандай? Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Халықаралық дәрежедегі спорт шебері. Бұдан өзге бұл халықаралық дәрежедегі спорт шеберін алу үшін сіз 2013 жылы Азия чемпионатынан бірінші орын алдым Дубайда. Содан кейін менде даже не жоқ. Не дейді? Спорт шебері кәдімгі жоқ. Мен сразу не алдым. Халықаралық дәрежедегі спорт шеберін алдым. Бұл демек сол жарысты жеңгеннен кейін сізге берілген атақ болып тұрған. Нормасы ғой, Азия чемпионаты. Бұдан өзге қандай жетістіктеріңіз бар? Енді Қазақстан Республикасының бірнеше дүркін чемпионы, Азия чемпионатының 3 дүркін чемпионы 2013, 2017, 2018 жылдары, әлем біріншіліктерінің 2012, 2016-2017 жылғы алтындары, және осы соңғы кездердегі 2021 жылдың нәтижелері Парижде май айында 3-ші орын, Португалияда 2-ші орын, және кеше Парижде 2-ші орын. Көптеген жетістіктеріңіз бар. Бұл 14 жыл спортпен айналысқан уақытыңыздың ішінде біраз шеберлікті де алып,
енді халықаралық дәрежедегі спорт шебері атағын алып жатсыз. Бұл жолдамаңыздың өзі біздің өңір үшін ғана емес, Қазақстан үшін де өте қуанышты жаңалық. Енді бұл жолдамаға, бұл олимпиадаға дайындығыңыз қалай қазіргі таңда? Біз енді ұлттық құрама болып дайындаламыз бұл жарысқа. Қазір тренерлер өздері келісіп, бізді бір аптаға үйімізге жіберді, барлық команда мүшелерін. Енді келесі аптаның дүйсенбісінен бастап қайтадан жаттығуымызды бастаймыз, дайындығымызды бастаймыз. Енді кез келген спортшының әртүрлі спортта болсын, өзіндік бір осы жекпе-жек спорт түрлерін алатын болсақ, өзіндік бір жақсы көретін әдіс тәсілдер болады. Сүйіп жасайтын, өте жақсы шығатын деген секілді. Сіздің қандай әдіс тәсіліңіз бар осы спорт түрінде? Қарсыласты көбіне осы әдіс тәсілмен көп жығамын деген секілді. Менде аяқпен тебу, арқаға тебу, или корпусқа тебу болып, аваши чудан деп аталады. Ол мен кішкентай кезімнен бар. Қазірде сол. Енді бұл спорт түріндегі маған осы әдіс тәсілдеріңізді болмаса бір басқа ерекше әдіс тәсілдерін көрсетсеңіз. Мен осы спорт түріне енді өзіңізден де, тренерден де барлығынан үйреніп, көрермендерге осы спорт түріне қызығушылық танытып, сізді көріп, менде осындай спорт шебері болғым келеді дейтін жасөспірімдерге, жастарға сабақ болсын, көрсетсеңіз маған. Енді әдіс тәсілдердің бір барысын көрсетсеңіз, қайсыдан бастаймыз? Жаңағы мен өзімнің коронный ударынан бастайық. 4-ке істейміз. 1, 2, 3, 4. Мен қайталап көрейін. 1, 2, 3, 4. Осылай болады. Бұл енді жарыс барысында әсіресе агрессиялық, айқайлап жасайтын әдіс тәсілдеріңіз бар ғой. Ол айқайлап жасайсыздар ма осы әдіс тәсілді? Иә. Бұны енді жылдамдықпен істеген кезде басқаша көрінеді. Секіріп тұру керек міндетті түрде, иә? Жарыс барысы деп ойлайық, құрметті көрермендер. Маған қазір мастер-класс болсын. Мөлдір Жаңбырбай өзінің әдіс тәсілін жасап көреді. Бірге тамашалайық. Енді осы әдіс тәсілді мен де жасап көрейін. Сіз маған қарсы әдіс тәсіл жасап көрсеңіз және дұрыстығын, дұрыс еместігін айтасыз ғой. Мен теуіп көрейін, маған қарсы әдіс жасап көріңіз. Түсінікті. Енді бұл әдіс тәсіл менен бірден шыға қоя ма, шықпай ма білмеймін, бірақ мен де бұл әдіс тәсілін қайталап көрейін. Сіз маған теуіп көрсеңіз, ол үшін бірінші жай көрсетіңіз. Мен теуіп атқанда, сіз былайынан көресіз ғой? Ол аяқты астынан алу керек па бұл? Иә. Қолды? Иә. Астынан алып, мына жерден ұстап құлатасыз. Аяқты шалу керек па? Иә. Тек құлатқаннан кейін қоя салмау керек, үстінен тағы тегізбей, соққы жасаған секілді көрсету керек. Деп ұру керек қой. Тағы өзге де бір екі әдіс тәсіл жасап көрсек, тағы қандай өзіңіздің жақсы шығатын әдіс тәсілдеріңіз бар? Енді қолмен істейік. Қолмен. Сіз тұрасыз, мен мынаны үстінен басып ұрам. Қолды түсіру керек қой. Бұлай ұрам. Сіз бұлай тұрасыз ғой. Мынаны бұлай ұрам. Бұл соққы бетке тимеу керек. Тию керек. Тию керек. Бізде плюс 18 болса, соққы тимесе бал бермейді. Бірақ тигенде де енді құлатып тастайтындай емес, спортсмен өзінің күшін контролировать ету керек. Контроль деген болады да бізде. Бұл жаңағы жаттықтырушылар айтып өткен шапшаңдықтың белгісі ғой. Ұрып, қайтып жинау керек. Ол міндетті түрде бұл болмаса, бұл 6 критерияның біреуіне кіреді, 6 критерия бар. Жаңағы айқайлау мысалға, жинау, точность деген сондай сияқтыға кіреді. Если саншин дейміз, болмаса, ударды жинамаса, бал берілмейді.
Сіздің енді спорттағы шеберлігіңізге мен сенемін. Әйтпесе қазір сіздің соққыңыз маған тиіп, бағдарлама аяқсыз қалып жүрмесін. Сіз жаңағыдай секіре беріңіз. Секіріп тұра берейін ба? Бұл айқайлап істейтін әдіс па негізі? Иә. Бәрі айқайлап Айқайлай істейді. беріңіз болмаса. Өте керемет. Мынау жылдамдықты мен тіпті көзімді ашып жұмып та үлгере алмай жатырмын ғой көріп. Бұл соққыңызға сізге қанша ұпай береді? 1 ұпай береді ғой. 1 ұпай. Қолмен кез келген соққыға 1 ұпай береді. Егер аяқпен корпусқа мына осы жерге арқаға тебетін болса 2 ұпай береді. Басқа аяқпен 3 ұпай береді. Сіз өзіңіз айта өткен 55 салмақ дәрежесінде ертең Олимпиадада бағыңыз сынайтын боласыз ғой. Жалпы қанша салмақ дәрежесі бар? 5. Жалпы 5 салмақ дәрежесі бар, соның 3-еуі ғана кірген Олимпиадаға. Ал қалған Олимпиада емес жарыстарда 5 салмақ дәрежесі бойынша сынға түседі. Аха. Бұл әдіс тәсілдер бірден шыға қоймайтыны да, бұл бір күндік жаттығудан да бірден жақсы орындалу шыға қоймайтын белгілі екен. Бұл спорт түрі бесконтактный болғаннан кейін де өте ауырда және қиында өзіне тән қиыншылықтары бар. Рахмет сізге бұл спорт түрін маған әдіс тәсілін үйретіп, өзіңіз жайлы ақпарат бергеніңізге көп алғыс айтамыз. Алдағы уақытта ұтып алған жолдамаңызбен Қазақстанның атын шығарып, әлемге паш ете беріңіз дейміз. Рахмет, сіздерге де рахмет. Осы біздің спорт түрімізді Қызылорда облысында жастарға көрсетіп жатқандарыңызға рахмет. Осы бағдарламаны пайдаланып, өзімнің алғысымды айтқым келеді. Осы күнге, осы дәрежеге жетуіме менің өзімнің жеке бапкерім марқұм Абжамиев Рүстем ағайымның үлесі өте зор. Жатқан жер жайлы болсын. Енді ағайымның үмітін ақтаймын деп Олимпиада ойындарында барым салатын болам. Және де бізге барша қолдауды, барлық керек жарақтарымызды бәрін қамтамасыз етіп отырған Қызылорда облысының дене шынықтыру басқармасын және жоғары спорт шеберлігі мектебіне алғысымды білдіргім келеді. Рахмет, алдағы уақытта биік белестерден көрініп, Қазақстанның атын әлемге шығара беріңіз деп тілейміз. Рахмет. Қымбатты телекөрермен, біз сіздерге бүгін карате спорты жайлы толыққанды ақпарат бердік деп есептейміз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар.